Барлықтарыңа сәлем достар. Менің бүгінгі видеома қош келдіңіздер. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, бүгін менде жаңа сериал. Яғни бұл жаңа сериалдың тақырыбы менде кедей отбасы деп аталады. Бұл кедей отбасының осындай басты екі кейіпкері, екі қыз ойнайды. Яғни бұл екеуі апалы-сіңлілі, ата-аналары яғни дүниеден өтіп кеткен болған. Сондықтан осы екі қыз қалған болатын, бір үйдің қыздары, яғни бұл үлкен апасы аты Әсия деп аталады. Ал бұл кішкентай сіңлісі аты Нұрай. Яғни осында екі кішкентай қыздар, яғни бұл үлкен қыз ғой. Осындай бір үйде тұрады, кішкене жағдайлары кішкене почти жоқ. Бірақ нормально, енді кішкене жоқтау. И сол видео түсінбегендер болса, видео барысын түсінетін шығарсыздар деп ойлаймын. Мен әйтеуір түсіндіруге тырысамын. Ал давайте енді видеомызды бастайық. Мені қолдап лайк басуды ұмытпаңыздар. И давайте тездетіп 500 подписчикке жеткізіп тастаңыздар. Егер де достар менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, давайте комментарияға плюс қалдырып кетсек. Мен соны сіздерден күтемін. Ал давайте енді біз видеомызды бастайтын боламыз. Кеттік. Ой, Нұрай балабақша барады екен ғой. Дәл уақытында тұрған сияқты. Қой, тез тұрып апарайын балабақшасына оны. Так, қайда қалды? Нұрай, тұра ғой. Нұрай. Ой, әпке, қайырлы таң. Не болды? Жүр, садикке барамыз. Қазір киіндіріп жіберейін. Осын киіп жүре ма? Жүр, бетіміз жуып алайық. Кел. Жүре. Ешқында отырасың ба? Жоқ. Жүре ғой, қазір сосын мен сені кері алып кетсем жүре ма? Жүрейді. Жүре ғой. Тамақ сол жақта жеп аласың ғой, иә? Тамақты айтпашы, ол жақта не беретін еді? Ол жақта бөлке нан, және сүт, күріш. Тойып жеп ал, жүре ма? Жарайды. Жақсы, жүре ғой. Жүре ғой. Ой, Әсия ханым, қалайсыз? Сәлеметсіз бе, Айза ханым? Ой, Нұрай, сәлеметсіз бе? Нұрай, толық айта ғой. Жоқ кереміз. Сәлеметсіз бе, Айза, жолдас қызым? Ой, жаным. О, Нұрай. Ой, сәлем, Айзере. Сәлем, жүр ойнайық. Жоламандар. Қалайсыз, Әсия ханым? Ой, Әсия ханым дей қалпай қойыңызшы, жақсы өзіңіз. Жақсы. Іске қиын емес пе, Нұрайды осылай тасып жүру? Жоқ, үйреніп қалдым. Жұмысыңызға үргелі аласыз ба? Иә, әрине. Жарайды. Жақсы, мен үйге бара берсем. Иә, әрине, бара беріңіз, жолыңыз болсын. Рахмет. Пока, Әсия. Ой, Нұрай. Пока, әпке. Ой, мен телефоным қай жақта еді? Мында екен ғой. Кім? Ой, сәлем, Арсен, қалайсың? Жақсымын. Ау? Жоқ, босамай мынау жұмысқа кетіп бара жатырмын. Жарайтында бір сағаттан менің жұмысына кездесейік. Келе бер. Бір сағаттан кейін, жарайды. Мен тез киініп алып жұмысыма барайын. Әйтпесе кешігіп бара жатырмын ғой. Ой, сәлем, Дамир. Сәлем, Арсен. Жұмысқа кешіп келдің ғой. Ой, такси тоқтамай қойды ғой. Саламатсың. Ой, сәлем, Арсен. Сені көрмегелі де көп болды ғой. Жұмысқа көп уақыт шықпай кеттің ғой, неге? Қолым босамады. Сіңімді ойнатып келгенмін ғой, қыдартып дегенде. Дұрыс қой. Жүреді, анда көп сөйлеме жұмысқа кірсек. Қазір клиенттер де келіп қалар. Келу керек, кейбіреулерді заказ алып қойды. Жарайды онда.
не ғой, мен маған да бері күтіп отыр едім, шашыма прическа керек еді. Иә, мен ғой, келіңіз, не істеп отырсыз? Келе бермейсіз бе? Иә. Қандайға? Мындай бола ма? Жоқ. Кез келген қарай берсеңіз болады, мынаның ішінде де міне. Жарайды. Не маған келмей жатыр пациенттер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сізге прическа соғамын. Жоқ, осынша Әсияға келіп едім. Өте берсеңіз болады. Саламатсыз. Ой, жан, қалайсың? Ой, жақсы өзің. Шүкір. Мен тез жетіп қалдым ғой. Машинамен зу-зу етіп шықтым ғой. Айтпақшы достар, бірден айтып кетемін, бұл бізде байдың баласы. Яғни бұл Әсияның жігіті. Не болды? Осы жерге прическа сезім жасыңға? Жасам тұрған жоқ. Жарайды. Кел онда отыршы, шашыңа прическа берейін, кішкене сулап, кептіріп дегендей. Жарайды. Қоя бер. Қазір. Қалай? Не қалай? Үйдегілерің қалай, жақсы ма? Жақсы. Өзің сіңілің қалай? Жақсы. Қазір ол сәтекте ма? Иә. Нешеде шығады? Қазір 5-те. Уже 1 сағаттен шығады екен ғой. Иә. Сен жұмыстар нешеге дейін? 6-ға дейін. Сен үлгермейсің ғой? Мен күнде жұмыстан 5-тен кетіп қалам, сондықтан менің 15 теңгенің айлығымның жартысын алып тастайды. Сен общий айлығың нешеде негізі? 150 мың. Сонда 15 мың алса, сонда сен аз аласың ба не? Иә, енді 15 теңгем шегеріп тастайды ғой. Қиын екен. Айтпақшы, как раз мен жоқ кетіп бара жатырмын, онда сіңілді балабақшаға алып кете берейік. Жоқ, өзіміз таксимен бара саламыз ғой. Қойш, енді бірімізде таныспыз ғой. Өтпей алмай-ақ қойыңдар. Апарып түсем ғой. Жарайды, рахмет. Келі істей берейін. Жаңа болдым, қалай әдемі? Рахмет. Қазір мен киіне берейін, сағат 5 болып қапты. Үлгереміз бе барып? Үлгереміз. Міне, ал. Салып. Алло? Иә. Қазір келем. Кім? Кім? Нұрайдың мамасы. Апайы ғой. Жүр кеттік. Салып. Жақсы, біз кеттік. Жақсы, Әсия. Сау болыңыз. Қазір сен күте тұрасың, кіршайын. Иә. Кеш жарық. Келдіңіз бе? Иә, Нұрайлар не істеп жатыр? Олар ұйықтап жатыр, қазір айтып жіберейін. Жарайды. Нұрай тұра ғой, әпкең келіп тұр. Нұрай. Әпкем? Иә, бара ғой. Әпке, ой жаным, қалайсың? Жақсы. Сағым кеттім. Ұйқың қанды ма? Иә, қанды. Жүре ғой, кеттік. Саламатсыз ба? Қалайсың, Нұрай? Жақсы. Жүндер абортсың. Жүре ғой. Айтпақшы, Әсия ханым, тұра тұрыңызшы. Иә, не болды? Бергелес ба? Қазір, Нұрай, өше тұра тұр. Қалай, Нұрай, жақсы ма? Иә, жақсы ма? Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Иә, не болды? Өткеннен бері сізге айта алмай жүр едім. Иә, нені? Енді 1 айдың ақшасын әлі төлеген жоқсыздар, соны төлеп кетсеңіздер. Себебі маған бастық қатты ұрысып жатыр. Тек сіздер қалдыңыздар. Қанша еді? 20 мың ғой. 20 мың. Иә. Қашан төлеу керек? Бүгін кешкі 8-ден ба қалдырмау керек деген негізі. 9-ға не төлеп бітсеңіз болды. Бүгін ба? Жарайды, өзім хабар айтамын, жарай ма? Иә, тез боласы, өтініш. Әйтпесе мен жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Жарайды. Сау болыңыз. Не болды, бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Жүріңіздер. Жүре ғой. Әпке кеш батып кетті ғой. Иә. Қызымды кімді ауыстырып кел? Кел ауыстырып кел. Жоқ, әпке өзім ауыстырамын. Жарайды.
қуанышым сағынып кеттім. Жүр, тамақ істеп берейін бе? Жоқ, әпке, тойып тұрмын. Тойып тұрған не? Тамақ берді ма? Иә, берді ғой. Сіз өзіңіз жейсіз ба? Жоқ, менде диета ғой. Қойыңызшы, оны сіз апарықсыз. Қазір мен киімді өсіріп алайын. Нақша жете ме екен? Так. Не болды? Неге? Сен балабақшаны төлеуге ақша ғой. Келесі айға ақшаны қайдан тапсам болады? Кім? Алло? Иә, Айза. 20 мың. Менде қазір қолма қол еді. Каспи. Жарайды қазір. Мен апайым ба? Иә, қазір. Арсенге соғайыншы. Алло, Арсен. Сен маған срочно көмегің керек. Не болғанда? Сенде Каспиде 20 мың бар ма? Мен саған ертең қолма қол 20 мың берсем, сен Каспиге бір адамға 20 мың сала аласың ба? О, рахмет. Қазір номерін жіберем. Жақсы болды ғой. Аударам деме? Иә. О, жақсы болды. Мынаны сонда қолма қол бере салайын. Ал қазір ұйықтайық. Иә? Жарайды. Әпке, ма ертегі айтып бересіз бе? Ертегі? Иә. Жақсы, жарай ғой. Жауап қойын ба? Иә. Айта беріңіз, әпке, мен көзім жұмып жата берем. Жарайды. Бір күні бір кішкентай үйдің ханшайымы болған екен. Ол ханшайым әлемде жалғыз екен. Әлемнің басқарушысы. Одан ол ханшайымның әпкесі болыпты. Олардың жағдайлары болмаса да, олар барлығына төзіп жүреді екен. Солай уақыт өте келе, олар байып кетіпті. Кішкентай үйдің ханшайымы өсе келе тұрмысқа шықты. Әпкесінің асыраушысы болыпты. Солай екеуі бақытты өмір сүріп жүргенде, әпкесі де тұрмысқа шықты. Солай екеуі екі жаққа кетті. Барлығы керемет болып жүре беріпті. Әпке, таза біздің отбасы сияқты ғой. Қойшы енді, Нұрай. Сәрет әпке, мен ұйқым келіп кетті. Болдың ба? Жарайды, мені ханшайым. Қайырлы түн әпке. Нұрай да өсіп келе жатырған сияқты. Енді ол да барлығын түсінеді ғой. Жақсы, ұйықтайын.